Ал қымбатты достар, қош келдіңіздер. Осы видео міндетті түрде көріңіздер. Себебі дәл осы видеода сіз бірыңғай жинақтау зейнетақы қорының қалай ақшаны алуға болары жөнінде нақты қадамдарды білетін боласыз. Қымбатты достар, міндетті түрде осы менің YouTube каналыма подписаться етіңіздер, өздеріңіздің жақындарыңызға, туысқандарыңызға осы сұрақ толғандырып жүрген бәріне міндетті түрде таратыңыздар. Қосымша Instagram әлеуметтік желісінде мен өзім Мақсатпен атты арнайы каналым бар, арнайы парақшам бар. Сояқта жазылып қойыңыздар, өте көптеген пайдалы ақпаратты сол жерден көрсеңіздер болады. Бағдарлама басталды, 20 күні жүзеге асты, платформа жұмыс жасады. Енді ең бірінші қадамдар неден тұрады? Яғни ең бірінші қадам ол сізге арнайы шот ашудан. Арнайы шотты ЖСБ24 қосымшасы арқылы және де біздің колл-центрге хабарласу арқылы колл-центр 300 ала аласыздар. Арнайы шотты алғаннан кейін сіздерге, яғни келесі қадам міндетті түрде платформа бойынша жұмыс жасауға ЕЦП керек болады. ЕЦП-ны алу үшін сіз яғни онлайн алуыңызға болады. ЮГОВ сайтына кіріп, онлайн өзіңізді видеоға түсіре отыра ЕЦП-ны үйден аласыздар. Компьютеріңізге міндетті түрде сақтап қоясыздар. Сол арқылы әр қадамда өзіңіз қол қойып, өзіңіз растап отырасыз. Не үшін жасалынған? Пандемияға байланысты сіз үйден шықпасын, яғни жұмыста отырып өтінім берсін, жұмыста отырып осы мәселемен қолдана берсін деген сіздерге өте былайша айтқан кезде ыңғайлы іс-әрекеттердің бірі болып саналады. Енді қараңыздар, біз сіздермен қазір шот аштық, ЕЦП-ны алдық, арнайы платформаға кіреміз. Арнайы платформаға ЕЦП-ны вайтиді басып, ЕЦП-ны енгізіп кіреміз. Арнайы платформада қандай ақпараттар бар? Міне біз мына жерге жазып қойдық, empf-отбасы.kz. Бұл біздің сайтымыздың, яғни домені болып саналады. Сайтқа кірдік, ол жерде қандай ақпараттардан сайт тұрады? Ең бірінші, өзіңіздің шектеу, яғни жасыңызға байланысты шектеу сомасын көре аласыз. Жасыңызды, туған күніңізді бәрін тересіз, өзіңіздің жасыңызға байланысты қазіргі таңдағы нақты өз тарапынан бекітілген қандай соманы сіз алу мүмкіндігіңіз бар екені жазылып шығады. Одан кейін екінші дәл астында ЕНПФ-тің сайтына перейти дегенді бассаңыз, ЕНПФ-тің сайтына кіріп, дәл сол жерден сіз өзіңізге нақты қандай шектеу сомасы бар екенін көре аласыздар. Одан астыға түссеңіздер, яғни барша мақсаттар бойынша кішігірім инструктаждар, нұсқаулықтар жазылған. Енді достар, жалпы біз сіздерге қазір қандай мақсаттарға алуға болады, қалай алуға болатын жөнінде кішігірім нақты да айтып өтсек, үлкен өтініш осы видеоны соңына дейін көрсеңіздер. Ең бірінші мақсат ипотекалық қарызды төлеу. Толық немесе бір бөлігін төлеу. Ипотекалық қарызды төлеу дегеніміз, яғни қарапайым көпшіліктің енді біле білетін сөзі частично досрочное погашение дейді. Егер сіздің екінші деңгейлі банкте, отбасы банкте алынған өзіңіздің несиеңіз бар болса, яғни соны жартылай немесе толық өтегіңіз келсе, сіз зейнетақы қорыңыздағы өзіңіздің шектеу сомасынан асып тұрған ақшаны қолдана аласыздар. Шектеу сомасы деп мен бағана сіздерге айта кеттім, әр жасқа, яғни мемлекет тарапынан бекітілген шектеу сомалар бар. Мысалы, мен жасым қазір 30-да, мен шектеу сомам 2,5 миллион теңге. Мен өзім шектеу сомамды алу үшін, яғни алу үшін, мен 2,5 миллионның үстіндегі соманы аламын. Яғни 2,5 миллионнан төмен болса, мен оны аламаймын. Маған тағы да уақыт күту керек. Күтіп барып, яғни үстінен жиылған соманы мен частично досрочное погашениеға жібере аламын, қымбатты достар. Бірақ ескере кететін жайт, Қазақстан Республикасының, яғни өзінің банк заңнамасына сәйкес, банктардың өздерінің нормативті ұстанылған бағанағы заңнамалар бар. Қай жағдайда олар частично досрочное погашение қабылдайды? Көпшілік бізден сұрап отады, Мақсат мырза, бағанағы менің келесіде бір банкта ипотекалық несием бар, сол соманы алып, сол банкке аударып қойып, сол айнымай ұстап тұрса бола ма деп. Қымбатты достар, мақсат, яғни бұл жерде мақсат частичное, либо досрочное погашение деп тұр. Яғни мақсат ежемесячный платежи деп тұрған жоқ. Сондықтан сіз ол ақшаны аударып қойып, айнымай ұстап тұруға болмайды. Одан қалса, сіз 45 күн ішінде өзіңіздің мақсатыңызды растауыңыз керексіз ғой. Мен частично досрочно қалып отырмын деп. Ал егер сіз 45 күн ішінде өзіңіздің мақсатыңызды растай алмасаңыз, ол ақша артқа қайтады. Және де ең соңында өтінімді жабар кезде сізге сол банктан справка алып келу керек болады. Яғни мен частично досрочноға бердім, бағана өтінім жаздым, частично досрочно жасалынды деген оларға заявление жазу керек. Өтініш осы шарт бойынша частично досрочно жасап беріңіздерші деген. Көрдіңіздер ме? Сондықтан жай ғана ақшаны аударып қойып, сол ақша айнымай ұсталынып отырсын деген мәселе жоқ. Енді екінші, ипотекасыз баспана алу. Мысалға, менің қолымда, мысалға да образына қазір көптеген адамдар жазып шығады, қайдан болсын ол халықта деп. Жоқ, достар, образына. Менің қолымда сатып алайын деп отырған үйдің 50% бар делік. Менің қолымда қазірге бар. Мен мысалы Астанаға көшіп келдім, маған пәтер алу керек, шынында да 50% бар еді, ойланып жүрмін. Осы мәселе басталды, пенсионка керемет.
кезінде жақсы жиналған қаражат бар тұғын, немесе өзімдікі, немесе бауырларымдікі дейік, маған уступать етіп берген. Қосымша мен зейнетақы қорымда тағы 5 миллион пайда болады дейік. 10 миллионға мен бір бөлмелі пәтер аламын деліге, керемет. Осыны полный выкуп деп аталады. Толық ипотекасыз баспана алу. Бірақ ескере кететін жайт, дәл бұл жерде сіздер полный выкуп жасайтын кезде міндетті түрде ФГЖС-тің гарантиясын сұрайды. Яғни, сол үйді соққан құрылыс компаниясында міндетті түрде ФГЖС-тің гарантиясы болу керек. ФГЖС-тің гарантиясы болмаса, қазір ол КИК деп аталады, ол мекеме. КИК-тің гарантиясы болмаса, сіздер ол үйден несиеге толықтай сатып, былай толықтай бағана бастапқы жарнаңыз бар, одан МПФ-тің ақшасы бар, ол үйді аламайсыздар. Неліктен? Себебі ол үйде ФГЖС-тің КИК-тің гарантиясы жоқ. Не үшін ондай іс-әрекеттер жасалуында? Қымбатты достар, дәл қазір Қазақстанда дольщиктардың проблемасы, дольщик мәселесі ең ауқымды мәселе. Мысалы, қаншама адам мына үй, мысалы, үйді соғатындар керемет, ойбай, осы үйді соғып береміз, керемет те қыламыз деп үйді көтереді. Одан халық келеді, ол үйге сеніп, бағана бәрі сатып алады, керемет. Ең соңында бағана үйді соққан мекемеде не ақша жоқ, не анау жоқ. Одан кейін сол екі ортада жылап қалатын қарапайым халық. Дәл осындай іс-әрекеттер болмау үшін, үйді соғып атқан мекемеге біз өз 100% сеніміміз болу үшін, біз әдейі осы жерде нақты қойдық. Алатын болсаңыз, осы үйді міндетті түрде КИК-тің гарантиясы болу керек. Ал КИК-тің гарантиясын алу оңай емес. Әкімдіктен разрешение алу керек. Одан қалса өзінің бағана соғып отқан құрылыс мекемесінің уставный капиталында белгілі бір ақша болу, қор болу керек. Одан қоса КИК-ке бұл үй соғып отқан үйдің 20-30%-арын аударып қояды, мысалы, гарант ретінде. Сондықтан ондай іс-әрекетке шынымды айтсам, мықты өздерінің қорларында ақшасы бар ғана компаниялар барады. Сондықтан бұл ФГЖС-тің гарантиясы деген сол үшін жасалынған. Қарапайым халық аламас үшін деген мәселе болмау керек. ФГЖС-тің гарантиясы осы үшін жасалынған дүние. Отбасы банк арқылы баспаналы болу алғашқы жарна ретінде салу. Мысалы, сізде қазіргі таңда өзіңіздің қолыңызда ақша жоқ делік, бірақ сізде НПФ-іңізде ақша бар. Сіз ол ақшаны отбасы банкіне бастапқы жарнаға аударып алсаңыздар болады. Бастапқы жарнаға сөйтесіз пәтер іздейсіздер. Бұл жерде де ескере кететін жайт. Егер сіз ақшаны бастапқы жарна ретінде қолданатын, соғылып отқан үйге қолданатын болсаңыз, бұл жерде де сізге, яғни вторичка емес, соғылып отқан үйге қолданатын болсаңыз, бұл жерде де сізге міндетті түрде КИК-тің гарантиясы керек болады, қымбатты достар. Одан кейін халықтың арасында қазір жалпы ол жөнінде мен кейін соңынан айтып кетем, 5 жыл шектеу деген дәл осы мәселеге қатысы бар негізі достар. Екінші деңгейлі банктар арқылы баспана алу, 7-20-25 баспана хит, оны өздеріңіз білесіздер. Сатып алу құқығымен алынған жалдамалы пәтер ақысын төлеу толық немесе бір бөлігін. Жалпы осы бағдарлама көбінесе үлкен қалаларда жақсы дамыған. Қарапайым тілде айтқан кезде жилищный фондтың беретін арендное жилье с правом выкупа деген, яғни жастарға берілетін жалдамалы пәтер дейікші жалпы. Кейіннен сатып алумен ай сайын бағана арендамен төлеп отырады, кейіннен үй өздеріне өтеді. Ежемесячный платеж ол жерде бір аса көп болмайды. Енді қараңыздар достар, егер сіз мемлекет тарапынан алынған жалдамалы пәтеріңіз болса, мемлекеттік бағдарламамен сіз оны жартылай, частично, немесе досрочно жапсаңыздар болады. Егер сізде мемлекеттік емес бағдарламамен алынған жалдамалы пәтер болса, онда оны сіз тек қана толық өтей аласыз. Частичноға сіз оны аламайсыз. Сондықтан жилищный фондтың берілетін көп сұрайды, мен арендное жилье алғам с правом выкупа, частично, досрочно жапсам бола ма дейді. Екеуінде де болады, жапсаңыздар. Сондықтан міндетті түрде бұл ақшаны қолдаңыздар. Жер үй алып салу, ИЖС, ЛПХ, ремонт өте ауқымды тақырып. Шынымды айтсам, бұл тақырыппен жазатын жандар көп. Ең бірінші жазатын кісілер мақсат, бағана мен өзім жер сатып алғам, үйімді жартылай көтеріп қойдым, сол үйдің жөндеу жұмыстарына алам ба. Мақсат мен үйімді жартылай соқтым, мақсат мен үйімнің бағанаға фундаментін көтеріп қойдым. Достар, үлкен өтініш. Жаттап алайық, қараңыздар, қай жағдайда бұл мәселемен сіз үй аласыздар. Егер де сіз жер телімін алып, артынан үй соқсаңыздар. Яғни, покупка земельного участка с последующей постройкой жилого дома, индивидуальное жилищное строительство. Көрдіңіздер ме? Жер телімін қосымша артынша үй соғу. Одан кейін, егер либо сізде жер телімі бар қазіргі таңда, өзінің назначениесі ИЖС ЛПХ, дәл осы жерге сіз жер үй тұрғызатын болсаңыз. Ал егер сіз тек қана жер сатып алам десеңіздер, ал үйді болашақта тұрғызам десеңіздер, онда аламайсыздар. Енді ескере кететін жайт. Көпшілік айтып отады, ой, керемет болды ғой, мен бағанағы зейнетақы қорымдағы ақшамды аламда, енді өзім керемет қылып бір үй тұрғызып алам деп. Достар, ескеріңіздер. Мысалға,
мен жер үй соғам делік, ең бірінші мен жер сатып алдым с последующей постройкой дома, яғни отбасы банк оператор бізге 24 ай береді. 24 айдың ішінде мен өзім мақсатымды растап, осы үйді толықтай бітіріп, отбасы банкіне үйімді соқтым деген құжаттарды әкеп беруім қажет. Яғни осы екі ортада бағанағы зейнетақы қорынан ақшаны алып, кейін үй соғылмай, ақша жетпей қалды ғой, енді өздерің көріп отырсыңдар ғой, стройматериал көтеріліп кетті деп әңгіме болмау үшін бұл жерде былай жасалынған. Мысалы, сіз ең бірінші үйді соғатын кезде арнайы подрядный организация іздейсіз. Подрядный деп майып етпеңіздер, арнайы құрылыс компаниясын іздейсіз. Барасында құрылыс компаниясымен шартқа тұрасыз. Құрылыс компаниясы сізге смета жасап береді. Яғни шартқа тұрдыңыз ғой. Мынандай сіз үйіңізді планын бәрін көрсеңіз, бірінші план сызасыздар, архитектурны бәрін дайындайсыздар да. Мысалы, мына үйді 15 миллионға соғуға болады деп олар сізге бағана вердикт шығарып береді. Ол вердикт шығарып бергеннен кейін сіз өзіңіздің зейнетақы қорыңызда ақшаңыз жете ме жетпей ме, өзіңіздің қосқан ақшаңыз жете ме жетпей ме, соны тексересіз. Жетпесе аламайсыз әрине енді. Жетіп тұрса, керемет 15 миллионға жетіп тұр. Енді келесі сізде бағана сол жерде қалада орналасқан осы жер үй соғуға жауап беретін әкімдікке арнайы мекемеге барып, уведомление о начале строительства индивидуально жилищного дома деп өтінім бересіз. Оларды уведомлять етесіз, олар сіздерге рұқсат береді, болды. Сол рұқсатты апарып бересіз бағана компанияға, немесе сол компанияны өздері алады сол құжатты. Сол компания бастайды да, басынан сонда сізге сол компания үйді соғады. Яғни смета сызды ма, болды. Ол компания сізге сол үйді сол ақшаның ішінде салып береді. 24 айдың ішінде сіз өзіңіздің осы мақсатыңызды растауыңыз қажетсіз үйді соққан. 24 айдың ішінде растайсыз, үйдің құжаттарын әкеп бересіз, сонда ғана бұл болады. Ал өзім соғу, шатырын жауып алу, жер алып қою, ондай мәселе қарастырылмаған. Одан қайта қаржыландыру өздеріңіз білесіздер, рефинансирование, ол енді қарапайым. Рефинансирование, банк бағаны рефинансировать еткен сіздерге ең бірінші рұқсат беру керек. Яғни біз, мысалы, осындай банк бұл кісінің мына ақшаларын, яғни рефинансировать еткеніне қарсы емеспіз деп емделуге өте керемет, яғни пункт шында да көптеген қазақстандықтарға шында да пайдасы тисінші деген ниеттеміз. Бүгін ғана Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігімен бұл заң, бұл тарап, яғни бекітілді. Енді жақын арада қандай, яғни түрлер бойынша ем алуға болатыны шығады. Білеуімізше қазірдің өзіне тіс емдеуге, яғни тіске имплант салуға болады. Одан кейін өте қуанышты жағдай, бағана көптеген отбасыларға бағана эко жасатуға болады екен. Экстра бағана оплодотворение дейді ғой, яғни бағана бала көтеруге көмек. Яғни емделуге шында да пайдасы тисін, қымбатты достар, көпшілікке. 5 жыл шектеу. Бағана әлеуметтік желіде мынандай ақпарат жүр. Егер сіз осы зейнетақы қорындағы ақшаны алып, үй алып, немесе бағана частично досрочно жасайтын болсаңыз, немесе сол арқылы тағы да басқа әрекет жасайтын болсаңыздар, 5 жыл бойы үйді сатамайды екенсіздер деген. Достар, бірақ жағдайда сіз 5 жыл бойы үйді сатамайсыздар. Егер отбасы банк арқылы алғашқы жарна, бастапқы жарнаға сіз осы зейнетақы қорыңыздағы ақшаңызды қолдансаңыз, егер сіз частично досрочно погашение жасаңыз, полный выкуп жасаңыз, төлеп келатып жартылай төлеңіз, толық төлеңіз, онда ограничение жоқ сізге. Егер тек қана сіз назначение басында бастапқы жарна ретінде қолдандыңыз ба, 5 жыл сатамайсыз. Енді жалпы логикаға шында да келетін дүние, қарапайым бізде орташа енді көбінесе алатын срок 6 жылдан басталады. Сондықтан тек қана бастапқы жарна ретінде қолдансаңыз ғана сізде ограничение болады. Енді шектеу сомасы деген біз не, достар? Қараңыздар. Мысалы, мен жасым 30-да. 2,5 миллион теңге мен шектеу сомам. Осыдан ассаған алам. Мысалға, менің шотымда 3,5 миллион теңге бар делік. Сон миллион теңгесін осы мен белгілі мақсаттарға аудара алам. Табыстау. Жақын туыстар дегеніміз кім? Яғни кімдердің арасында сіздер өздеріңіздің ақшаларыңызды табыстай аласыздар, кім-кімге бере аласыздар. Ескере кететін жайт. Мен мысалы өзім туған ағама берем, ағам ары қарай ешкімге бере алмайды. Яғни табыстау тек қана бір адамға жүреді. Бірақ адамға. Яғни сол адам әрмен қарай ақшаны қолдану керек, қымбатты достар, міндетті түрде. Ол ары қарай басқаға, ол ары қарай табыстап кете алмайды, қымбатты. Міне, күйеу әйелі свидетельство о браке, сол екеуі туыстық қарым-қатынасты құрып тұрған әкесі, анасы, балалары, бауырлары бір әкеден бір анадан туған, яғни балалар, қымбатты достар. Дәл осы жандар жақын туыстар болып саналады. Ескере кететін жайт. Одан көп адамдар айтып отыр. Егер сіздер мысалы қараңыздар, мысалы, сіздің егер мынау шектеу сомасынан асқан ақшаңыз бірнеше мақсатқа жетіп тұрса, сіз бірнеше мақсатқа ақшаны қолдансаңыздар болады. Яғни бірақ мақсатқа емес.
бір одновременно 3-4 мақсатқа ақшаңызды жіберсеңіздер болады. Бірақ қана мақсатқа ақшаны жұмсау деген қарастырылмаған. Мысалы, қазір ақшаңыз жоқ болса, жарты жылдан кейін, бір жылдан кейін, яғни шектеу сомасынан ашатын ақшаңыз болса, онда қолдануға болады. Тек қана қазіргі таңда бір ғана мақсатқа қолдану деген жоқ. Уақытынан да шектеу жоқ. Яғни бүгін осы жарты жылдың ішінде қолданбасаң, келесі жарты жыл сен бұны қолдана алмайсың деген мәселе жоқ. Бағдарлама уақытынан шектеліп тұрған жоқ. Сондықтан кез келген әзірге уақытта қолдана бере аласыздар. Енді өтінім беру 23 күні басталған етін, 23 күні өтінім берілді, банк 2 күн тексереді, бағана өз шоты бар ма, жоқ па, 1-2 күн. Одан ЕМПФ-қа береді, ЕМПФ тағы да тексереді 5 күнге дейін. Сол аралықта көп адамдар жазып отыр, мақсат біздің өтініміміз мақұлданбай қалды, өтініміміз қарастырылмай қалды деп. Енді қараңыз, көбінесе халықтың жіберетін қарапайым ошибкалар. Анау бірыңғай жинақтау зейнетақы қорынан выписканы шығарасыздар да, сонда өтіріктен көресіздер, қосымша нөлдер тұрғанша, соны қосып жібересіздер ғой сіздер. Сол кезде 1 миллиондарыңыз сіздердің 10 миллион болып кетеді, яғни шектеу сомасына жетпей тұр ғой. 10 миллиондарыңыз 20 миллион, 100 миллион болып кетіп отады, сондықтан асып кетіп отады. Одан қалса қосымша притек жазып қоятын кісілер болады суммасын, немесе көбейтіп жазып жіберетін кісілер болады нүктесімен бірге. Одан жеке табыс салығы, бағана біз айттық қой, жеке табыс салығын міндетті түрде төлеу керек деп. Жеке табыс салығын төлеудің 2 түрі бар. Сіз қазір төлей аласыз жеке табыс салығын 10%, немесе өзіңіздің пенсион, яғни зейнеткерлік жасыңызға жеткен кезде төлесеңіз болады. Егер сіз қазір төлейтін болсаңыз, міндетті түрде сол сомамен қосымша алып көрсетуіңіз керексіз. Мысалы, сіздің шотыңызда 1 миллион теңге болса, онда сіз 1 миллионды жазасыз, 900 мыңын өзіңіз аласыз, 100 мың теңге сіздің бағанағы налогыңыз, салығыңыз төлегенге кетеді. Осыны ескеріңіздер. Көбісі бағанағы осы жайтты ескермейді. Жеке табыс салығын мысалы жазады да, дәл мен қазір төлеймін дейді да, содан дәл қазір төлейді да, сомаларын дұрыс көрсетпей жатады. Мысалы, достар, көбейтіп көрсетіп жіберіп жатады сомасын. Сондықтан достар, осы мәселеге дұрыстап назар аударсаңыздар, сумма 1 теңге, 2 теңгеге асып кетсе де, сіздерге ол қайта төленбейтін болады. Одан жеке табыс салығын пенсионерлар қалай төлейді деген сұрақ туындап отыр. Жеке табыс салығын пенсионерлар, енді ол кісілер пенсияға шығып болған, олар статус қоймайды ғой, мен пенсияға шыққанда төлеймін деп. Ол кісілерге, яғни келесі жылдан бастап жеке табыс салығын төлейді, бірақ ескере кететін жайт, келесі жылдан бастап, яғни ол кісілердің ай сайын алып отыратын зейнетақылық өздерінің соммалары азаяды деген сөз. Себебі ай сайын белгілі бір сомма сол нені төлегенге кетіп отырады бағана табыс салығын. Одан кейін инвестиционный доход. Инвестиционный доход деген біз не қымбат, достар? Өздеріңіз білесіздер ғой, бұл осы жақында жүзеге асқан дүние, енді жақын болмаса осы 5 жыл 10 жылдықтың ішінде. Инвестициялық табыс дегеніміз сіздің зейнетақы қорыңыздағы ақшаңызды мемлекет белгілі бір компанияларға инвестировать етеді. Яғни ол компаниялардың акциялары келатты, бірден өсіп кетті ме? Яғни сіздің де инвестициялық табысыңыз өсетін болады. Егер ол инвестициялық табыс шамалы түсті немесе тұрақты болып қалса, сіздің де табысыңыз түсіп кетеді, тұрақты болып қалады. Сол сақтай, мысалы, бүгін 29 делігі, бүгін 29-ы мен инвестициялық табысым 300 мың болып тұр. Мен өтінім бердім, банк менің шотымды тексерді, бәрін қарастырды. Енді ЕМПФ-қа менің бағанағы өтінімді жіберген кезінде, егер мен инвестициялық табысым түсіп кетсе, бағана компаниялардың табыстары түсіп кетсе, мен инвестициялық табысым да түседі, мен яғни бірыңғай жинақтау зейнетақы қорымдағы. Сол кезде менің жазған сомам дұрыс емес болып шығады. Сондықтан үлкен сіздерге өтініш, жалпы ортақ соманы көрсетер кезде бір 10 мың, 20 мың, 30 мыңға бір өтініш бір 5%, 3%, 2%-ке шамал аз көрсетіп отырсаңыздар, 1%-ке дейікші, 1,5%-ке. Сол қымбат достар, жалпы бүкіл мәселелерді мен сіздерге қазір талқылап айтып бердім деп ойлаймын. Бір-бірлеріңізге осы видеоны жіберіңіздер, барлықтарыңызға осы видео пайдалы болсын. empfotbасы.kz сайты арқылы өзіміз арнайы кіріп, сояқтан өтінім береміз. Бағдарлама әлі қандай да бір дополнение, қандай да бір қосымшалар болса, міндетті түрде біз сіздерге толтырып отырамыз. Барлығын жалпы айтып өттім, ФГЖС қажет, тек қана мынау жерде шектеу болады, емделуге перечень жақында шығады. Шектеу сомасын айттым, 5 жыл шектеуді де айтып өттім. Сол қымбатты достар, барлықтарыңызға сәттілік, пенсионкаларыңызда ақшаларыңыз көп болсын, табыстарыңыз көп болсын. Менің YouTube каналыма, Instagram каналыма тіркеліп, мақсатқа жетіңіз. Кішігірім қосымша, егер де сіз ипотекасыз толық төлеммен баспана сатып алатын болсаңыз, яғни полный выкуп, бірақ сіздің, яғни тапқан пәтеріңізде ФГЖС-тің гарантиясы болмаса, яғни соғылып отырған үйде, онда сіз өзіңіздің қосымша залогыңызды, кепіліңізді қойып, ФГЖС жоқ, яғни кектің гарантиясы жоқ үйді алсаңыздар болады. Рахмет.